Сәлем достар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін Водоян белгісіндегі адамдарға арналған прогнозымды бастаймын. Жалпы менің өзім де Водоян белгісіндегі адаммын. Сіздерге биыл 2022 жылы грабитель келіп тұр. Грабитель болғанда ауырып қалуларыңыз ықтимал. Жалпы мен өзім март айының басында өте қатты ауырып қалдым. Ол енді грабитель солай жалпы бір дүниені алып кеткісі келеді. Денсаулығыңызды алып кетуі мүмкін, ақшаңызды алып кетуі мүмкін, құнды заттарыңызды жоғалтып алуларыңыз мүмкін, кейбір дүниелерге өкінулеріңіз мүмкін. Сондай бір жағдайлар болады. Водоян белгісіндегі адамдар сақ болғандарыңыз жөн. Барлық жағдайда сақ болыңыздар. Водоян март айында сіздерде водоин на кролике келеді. Водоянға водоин жалпы грабитель. Бұл айда ауырып қалуларыңыз мүмкін. Адамдармен өте көп араласатын боласыздар. Бәсекелестеріңіз, соперниктеріңіз өте көп болады. Көп ақша жинайсыздар, бірақ ол ақшаны тез арада жұмсап тастайсыздар. Кейбір адамдардан көңіліңіз қалады, себебі бәсекелестер келіп тұр. Өзіңізге ғана сеніп жұмыс жасаңыз. Кейбір адамдардың алдында өз құқығыңызды қорғауға тура келеді. Елдің бәріне келген ақпараттың барлығына сенбеңіздер. Барлығын бірінші тексеріп алыңыздар. Бір адамдар сіздің репутацияңызды аяқ асты етеді. Сіздің атақ абыройыңызды бір түсіруі мүмкін. Оған қатты ренжудің қажеті жоқ, себебі бұл айда сіздерде водоян грабитель келіп тұр. Грабитель келгенде кредит алуларыңыз ықтимал. Және де көмектесетін адамдар көп болады. Суықтап қалудан сақтаныңыздар, ауырып қалмаңыздар. Эмоцияға берілудің қажеті жоқ. Егер жолдасыңызбен ренжісудің қажеті жоқ. Егер ренжісеңіздер, ажырасып кетулеріңіз ықтимал. Жолға шығасыздар. Мен өзім жолға шығайын деп отырмын осы аптада. Ер адамдармен кездесу болады. Жалпы бұл болжам өте көп, өте дәлдікпен келіп жатыр. Көп адамдар менің жекеме шығып жатыр. Мен даже консультация беріп үлгермей жатырмын. Мен осы айдың аяғына дейін менде жалпы запистерім өте толық. Водоян сіздерге ары қарай ақшаларыңызды дұрыстап есептеп жүріңіздер. Әйтпесе бір жоғалтып алу болады. Зарплатадан бөлек ақша түседі. Мемлекеттен болуы мүмкін, бонустар болуы мүмкін, немесе бір жолдасыңыз беруі мүмкін. Әртүрлі жағдайдан ақша аласыздар. Өмірге жаңадан көз қараспен қарайсыздар. Бір емес, бірнеше жұмысты қатар алып жүруге тура келеді. Водоян сіздерге осы айда грабитель келгендіктен жаман комментарий айтуы мүмкін, артыңыздан өсек тасулары ықтимал. Оны қабылдаудың қажеті жоқ. Таңдау жасауға тура келеді. Айдың соңында ақшаларыңыз өте көп болады. Өмірге деген көзқарастарыңызды өзгертсеңіздер, барлығы сәтті аяқталады. Жақсы, менің прогнозым аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.